Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай құймақтың жасалу жолын көрсететін боламын. Ал кеттік, дайындаймыз. Бізге қажетті заттарымыз: 2 жұмыртқаны саламыз. Тұз саламыз. Бөлме температурасында жылы 1 литр сүт керек. Менің жасап жатқан рецебім бойынша 70-80 дана құймақ шығады. Сүттің қалған бөлігін құйып жатырмын мен. Жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық сода қосамыз. Менің қасығым өте кішкентай болғандықтан 1 қасық қостым. Одан кейін ұн. Егер таразыңыз жоқ болса, 38 ас қасық қоссаңыздар болады. Ұнды қосып жатқанда араластырып тұру қажет, себебі түйіршіктер болмау керек. Ал енді құмшекерді қосамыз. Ол өзіңіздің қалауыңызбен. Мен тәтті қылып жасағаннан кейін оған 7 ас қасық құмшекер қостым. Жақсылап араластырып, мына көріп тұрғандарыңыздай өте қою қаймақ сияқты болу керек. Енді бізге қайнап тұрған 1 литр су қажет болады. Оны осылайша жаймен қоса отырып, араластырып құямыз. Қайнаған судың қалған бөлігін қосып жатырмын. Байқағандарыңыздай, бұл рецепте 1-1 деп айтылады. 1 литр сүт қоссаңыз, 1 литр қайнаған су міндетті түрде қосасыз. Алты қасық пісте май қосып жатырмын. Осымен біздің салмамыз дайын. Табамызды отқа қойып қыздырып, май жағамыз да құймақтарымызды кезек-кезек 2 бетін қызарғанша пісіріп аламыз.